Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіз. Бүгінгі ұлыстың ұлы күні баршаңызға құтты болсын. Мен де Стамбулда осылай кәнекей қазақы кәже киімді киіп алып, қазір наурыз тойлауға кетіп бара жатырмын десем, қалай сіздерге? Ол күндерде болар. Қазір мен қайда бара жатқанымды жолда айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Достар, мен ауызашарға шықтым. Түркия қазақтарының ауызашарына. Қазір біраз ертерек шықтым. Қазір сағат күндізгі 1 шамасында. Ертерек барайын дедім. Осы жолы дайындықтарын көрсетейін сіздерге. Қалай болады, бұл жақтың айырмашылықтар бар ма? Менімен бірге көретін боласыздар. Достар, жеміс алуға келдім. Ауызашарға құрғалы кетпейін деп. Қазір не алсам екен? Ауызашарға ең жақсы кететін меніңше апельсиндер, апельсин, мандарин дегендер. Басқа не жақсы кетуі мүмкін? Осы құлпынайлар шығыпты. Құлпынай, киви, басқа не алсам болады? Банан жей ма? Неде? Таңдап алайын енді мына жерден жеміс-жидектерді. Апельсин, киви алдым. Бұл жақтан банан. Мына жерден не алдым? Армут. Ұмытып қалдым ба? Bilmiyorum, getirmediler daha. 500. Құлпынай алдым. Тамам. Достар, мына жерде мен жолды білмей тұрмын. Мына жерде шоп деген дүкен бар, соның қарама қарсысында болу керек деп ойлап тұрмын енді. Түркияда қазақ қоғамы 3 қоғам бар ғой. 3 қоғам бар. Камеранта бүгін бірінші рет түсіріп тұр едім. Әлі не аламай жатырмын, үйрене алмай жатырмын. Достар, мен басқа көшеге түсіп кетіппін. Мына көше деп айтып жатыр енді, жолдасымыз бұнысым. Бұрын мына көшенің қайырында бұл? Бұрын үлкен вакуфта болатын бүкіл қонақтардың бәрі. Одан кейін пандемия. Мынау шығар, мынау. Мына жерде қазақша оюлар тұр. Осы ғой. Бәсе Аллай. Таптым. Осындай 3 қоғам бар. Мына кім? Ана менің... Анне! Ейс! Ойбай, мен таппай жүрмін ғой қоғамды. Әннақтан мамам тауып олдым ғой. Ой, Аллай, мен іздеп сізге звонсам, ашпайсыз. Қоғам жабық па? Қоғам жабық тұр ма не? Orada hazırlık yapıyor. Мен звонсам ашпайсыз, сомен келінге де звондап зорға таптым ғой жерді. Оюынан таныдым. Ой, Аллай, сесем сізге ұқсайды. Мамам алдымнан шығып қойған дейсің ғой. Сөйтіп. Ой, мына жерден ал. Қоғамның ішіне кірді. Қоғамның екінші бөлігі. Сіздер білесіздер, алдында осы жерде де қыз беру тойына келген едім. Яғни әйелдер арасында өтетін. Неке мынау сол қоғам бұл жерге жиі келмеймін. Бұрындар үлкен қоғамда болатын той жиындар, қазақы тойдар. Бұлайынша үлкен тойлар ресторандарда өтеді әрине. Қазақы тойлар осындай қоғамда өтеді. Пандемиядан кейін жабылып қалған болатын. Осы жаздан бастап 2023 жыл жаздан бастап жайлап ашылды. Кейбір нелер, мекенандалар. Мен байқамаппын, мен енді көріппін мыналарды сіздермен бірге. Неше жыл осы сияқты жердемде қазақша шапандарды іліп қойыпты. Мына жерге көше жасап қойыпты, бұрыш. Қазақы бұрыш жасап қойыпты. Көбінесе мына жерде ерлер отырады ғой, сол үшін мен бұл жаққа кіре бермеймін да. Мына жерде кешкісін ауызашар деді, осы жерде ерлер отырады. Бұл жақтың кіретін жері бөлек деген сияқты. Мына жерде кітаптар, жайнамаздар. Сол пандемиядан кейін жабылып қалған болатын. Бүкіл осы қоғамдардың барлығы
жұрттың бәрі осындай кафелерге, ресторандарға жасап кетті да, аузы шар болсын, жиын тойларды болсын, барлығын. Енді жайлап қайтадан орнына келіп жатыр. Енді әрине аузы шарды сондай нелерге, ресторандарға, кафелерге жасап жүргендер де бар әлі, бірақ ол жерде андай емін-еркін отырамайды, ол жерде кәдімгідей первый, второй тамақ адам басына деген сияқты бір тәтті бір жеп сөйтіп кетеді андай менюде. Ал мына жерде кәдімгідей осылай отырып, нелерде жерге басып деген сияқты қазақы дастархан, бауырсағын бәрін пісіріп деген сияқты. Өйткені кафе ресторанында негізі сол шығын, өйткені кафе ресторанды жасасаң да, сен ол жақта тамағын алып бармайсың, сол мен келісесің сол жердегі нелермен. Ал мына жақта жасайтын болсаң, бұл жақта да ет қымбат қой, Түркияда қой сояды, мал сояды деген сияқты. Соның шығыны бар. Мынау мысалы бұл да қазақтардың қоғамы болғанмен, бұл да тегін емес, бұны да арендаға алады. Ортақ қазақтар бөлімше жинаған, бұны сөйтіп кезінде сатып алған ба, сондай бір нәрсесі бар. Бірақ бұған сөйтіп арендаға алады, сосын жандай ыдыс-аяқ барлығын жуып солай жасап береді, нелер шайды дайындап бере ма, сондай қызметтер бар мына қоғамның. Сол үшін негізі кафе ресторанымен екеуінің жасаса да екеуінің айырмашылық жоқ. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кафе ресторанда жасаған дұрыс па, жоқ әлде осылай емін-еркін қазақтар өздері жиналып, арқаны кеңге салып, қазақы дастарханмен осылай жалғастырған дұрыс па, қалай ойлайсыздар? Қазір дайындалып жатыр, әлі кешке дейін уақыт бар деген сияқты, мына жерде әлі ешкім жоқ. Осылай. Мына жақтың бәрі, мына жер асхана жақтар, жоғары жақтағылар да бар. Жоғары жақты да көрсетерім. Мына жерлердің бәрін анамдаларын әкеп қойып жатырмыз. Неке. Мына жерде де үлкен әйелдер өтетін, әйелдер отыратын жағы. Мына асхана, әлі нелердің бәрін дайындап, пісіріп келген нәрселердің бәрін ол жерге қойып жатыр. Мына жерге нан пісіріпті, мынандай тәттілер қойылатын. Қазір қолдан пісірген нан, неке. Айтпақшы, мына жақтың қазақтарында өткенде көрсеттім ғой, бауырсақ, соны бауырсақ дейді. Ал мынандай үлкен дөңгелек бауырсақты бұлар шелпек деп атайды. Осы жақтың несінде. Қазір осыларды дайындаймыз, бұйырса, неке. Осындай одноразовый ыдыстар тұр. Соларға салып, осылай дайындайтын боламыз. Кешке ауызашардың дайындықтарын жасап жатырмыз. Жақта Құран оқытатын болғасын, қатым деп айтады. Бізде қазақтарда да бар ғой, қатым. Хатим түркшесі. Бұл жақта система бар осындай. Әр дастарханға. Алты кісілік дастархан, мына жерде ішінде осындай салфеткасы бар, влажный салфетка бар, қасық бар. Осылай алты-алтыдан осылай дайындап жатырмыз. Осылай төбеден түседі. Ары бері тасып жүрмейсің. Осындай қып. Ой, рахмет. Енді алу керек осылардың бәрін. Осылардың бәрін аламыз. Асынлардың бәрін. Бес табақ шығатын, 5 табақ. Солай. Олардың барлығын кесіп саламыз табақтарға. Кешке тамаққа. Кешке осылардың бәрін дайындық жүріп жатыр. Олардың барлығын қызартады. Яғни қуырады. Бәрінде асханада. Мыналарды бір түрік түсінбейтін шығар. Чынылар деп жазып қойғанмен, бұл біздің кесе. Кеселер тұратын орын, қасық, елкі тұратын орын деген сияқты. Осындай. Мына жаңағы төбеден астынан түсірген жер бар ғой. Мына жерден басасың, осыдан көтеріледі жаңағы жер. Осыдан табақ,
піскен нелердің барлығын осы жақтан жібере береді, көтеріп түсіп деген сияқты. Мына жақтан тамақ жасап жатыр мына кісі. Осы жерден тамақ жасап, өздері шай дайындап сондай оқып береді ғой деймін. Күшті ет пісіп жатыр. Бұрқырап. Ар жағында пияз. Мына шайдектердің бәрі ақшай, яғни сүт шаймен дайындайды осылардың барлығына кешке бұйырса. Мына жерде көкеміз осы жерде таркари деген тамақ жасап жатыр. Неден Мазари Шарифтен келген екен. Мына жерде өзбек екен біздің ана көке. Бірінші мына жерде өстіп қызартып жатыр. Бұл нелердің барлығын. Осылайынан. Негізі осы яқтың Түркия қазақтарында жалпы не бар? Таркари, сосын палау, бұлар негізгі тамақтар болып есептеледі. Қонаққа берілетін тамақтар. Мантылар да бар, бірақ мынандай үлкен жерде манты жасау өте қиын ғой, жеткізу қиын. Тек олар үйдегі қонақтарда ғана қолданады. Сондықтан бұл жақта ең көбінесе палау мен осының таркари деген тамақ. Соны көре аласыздар. Таркари жалпы көбінесе бұл Пакистан, Үндістан, сол жақтардағы нелерде көп қолданады. Солардың ол жақтың қазақтары да көште сол елде тұрғандықтан солардан үйренген. Неке осындай нелерге салып жатыр. Конияның сары майы. Конияның сары майы өте жақсы. Дәмді болады. Бәрін осылаймен дайындап салып, қазір ауызашарға дайындап жатырмыз. Достар, орамалымды тағып алдым. Ұмытып кеттім ғой. Келіп алып, ауызашарға жүрген соң орамал тағып алайын. Әдемілеп. Қазір әлі ауызашарға бір 3 сағаттай ма уақытымыз бар. Ерте келіп алғам ғой, осылай бір жана көмек берейін деп, бір жанын ішкі кухнясын барлығын сіздерге көрсетейін деп, осылай тек қана дайын дастархан емес, жалпы жақта қалай өтетінін бәрін. Жалпы мына қоғам, менің отырған осы жердегі үн алан деген қоғам, яғни қоғам болғанда қоғам емес екен, бұл салон кәдімгі. Мен бұны былай қазақтар жиналып сатып алған екен десем, осы ғимаратты сөйтсем, бұл осы Түркия қазақтарының ішінде үн алан деген отбасы, сондай бір солар сатып алған екен. Кезінде осыны сөйтіп осылай жергілікті қазақтарға арендаға беріп отырады. Осындай жергілікті өздерінің той томалақтары бар ғой. Нағыз қазақ Құран оқытатын болса, өйткені мына жердегі Стамбулда енді тар ғой үйлер, осыншама қазақтың бәрін. Мысалға кейбіреулер бар, енді 30 шақты кісілер үйлерін шақырады былай. Одан арты 100-200 кісі шақыратын болса, олар мысалға қалалық жерде сыймайды олардың барлығы. Апартман, этаж үйлерде тұратын олар сыймайды. Сондықтан осыларды бір Құран оқытып, жаңа 100-200 адам бірақ шақырту үшін осындай жер таптырмас жер. Әрине, мысалы, кафелерде де жасап жүрген кісілер бар. Мысалға, шағын 70 шақты кісілер шақырып, 100 шақты кісілер шақырып деген сияқты. Бірақ жаңағыдай енді қазақы дастархан жайып, осылай ет асып, осылай шақырмағаннан кейін, өйткені ол кафе-ресторандарда кәдімгі түріктердің менюлары ғой, ол жерде беріп сорпа, екіншіге ыстық тамақ, бір салат, артынан бір шай ішеді тәттімен деген сияқты. Солай мына жерде кәдімгідей әркім жаңағы өздерінің мысалға кім мына жерде мысалға кім Құран оқытады, соның жақындары әр нені пісіріп алып келеді. Әркім біреу мысалға несінің тәттісін пісіріп келеді, біреу басқа бір тәтті алып келеді, біреу басқа бір несін көтереді. Мысалға жасайтын кісі несін көтерсе, мал сойып жағы сондай етті көтеретін болса, анау-мынауларын деген сияқты. Кейбіреулер сүтін, анау-мынау жақындарын барлығы солай көтереді. Әрине, оның барлығы мысалға жақындары алып келмейді. Алып келетіндер де бар, алып келмейтіндер бар. Енді кім қазақ енді не ғой, кім апарса, сол алып келеді деген сияқты. Алыс беріс, яғни
араласпаса жат боласың деген туыстармен. Сондықтан жаңағыдай сен өзің де сөйтіп басқаларға беріп апарып көмектесіп араласып тұрсаң, олар да соған қайтарым жасайды деген сияқты сондай алыс беріс. Сол жаңағыдай не кешкісін көрсететін боламын. Жақтың ауызашары біраз басқаша, біздің Қазақстандағыдай емес, түріктердікінен де басқаша, өздерінің бір системасы бар. Қазір сол дайындықтардың шет жағасын көрдіңіздер. Кешкісін уақыт болған кезде бұйырса көретін боласыздар. Ауызашардың дастарханын дайындап жатырмыз әлі. Мінекей жақтың бәрінде дайындықтар жүріп жатыр. Жақтың бәріне қазір мыналардың бәрін салфеткалары бетін жауып шығамын. Мінекей осындай ұзыннан ұзақ әр жақта осылай шайып тастадық. Мына жақтың ерекшелігі Түркияда мінекей таңғы ас бірінші шай береді. Шайда осылай жеңіл-желпі, тойдың дастарханын басқашалау. Осылай мінекей таңғы асқа зәйтүн, құрма, мынадай сары май, бағанағы осыларды кесіп, мінекей қазір кеуіп қалмасына бетін бәрін жауып шығамын. Осындай. Солай бірінші шайға шай ішеді. Сүтті шай қою ауызды ашады осылай. Барлығы тәтті, барлығын қойып шықтық. Одан кейін барып екінші тамақты жейді. Одан кейін шай ішпейді. Сразу бірінші шай ішеді, тамақ ішеді, сосын ары қарай тұрып кете береді. Бетімді жауасайын. Осындай бір система, мысалы, аналар, мысалы, түріктерде жоқ қандай таңғы ас беру деген сияқты. Оразада именно осы қазақтары осындай система жасап алған, өздерінің өте жүйелі. Даже Европаның қазақтарынікі басқалау, Түркияның қазақтарына қарағанда. Европаның қазақтары, мысалы, ауызашарда олар бірінші жаңағыдай құрмамен ашады, сорпамен, сонымен шай деп ғой, тамақ жейді. Сосын барып артынан шай ішеді. Негізі маған да артынан шай ішкен ұнайды. Бірақ мынау да сондай артынан бірінші осындай жеңіл қылып шай ішеді таңғы аспен. Сосын көбінесе палау дайындамайды. Неде осындай ауызашарларда тәркари дайындайды. Тәркариді қазір бағана айтқам, көрсеткем. Тәркари деген қонақтық тамақтары осы жақтың. Қонақтық тамақтары. Сол бағанағы екі кісі жасап жатыр екен, осы неде салонда жасайтын өзбек апа мен ата. Олар кезінде Өзбекстанның, біреуісі Самарқанның, бағана сөйлескем, Самарқандық екен, біреуі Бұхарадан екен, тағдыр қалайы. Содан сөйтіп Ауғанстанның Мазари Шариф дейма, сол қаласына кеткен. Содан тағдыр айдап Түркияға келген. Қазір Түркияда осы салонда жұмыс жасайды екен. Тамақ жасайды. Ана ата осы қазақтардың апада, өзбек апада ыдыс аяқтарын жуады ақыға. Осылай салонға күн сайын осы салонда күнде не болып жатыр? Күнде ауызашар. Бүгінгі ауызашарды сіздерге көрсетіп жатырмын. Негізі күнде бос емес. Алдын ала кезек алып қояды солай. Осылардың барлығын осылай. Дайындап. Мына жерде бөрек бар, поча бар. Мысалға бөрек, мынау поча, булочка, осындай құрма, сармай, сонан пейнер, яғни сыр, зәйтүн, осындай қылып. Сондай қылып. Осыны қазір кеуіп қалмасын деп жауып жатыр мұның барлығын. Неке ұзынан ұзақ мына жерде әлі дайындықтар жүріп жатыр. 1 сағат қалды уақытымыз. Қазір неке табанан бағана қолдан піскен. Алардың барлығы тәттілер пісіріп келген. Осындай. Ой. Неке әрқайсысын жеке-жеке осындай таңғы ас дайындайды.
осындай қылып салаттар қылып ысырап қылмайды, осындай қылып қана жейтін қылып дастархан дайындайды. Ондай көлгөсір біздегідей дастархан жасамайды. Мына ыстық мінекей. Ыстық Рамазан пидесі, яғни лепешка тек қана Рамазан айында ғана шығады. Бұл жылда тек бір-ақ рет осы айда ғана шығады. Шамамен бір 760 теңге бір штугы лепешканың биылғы бағасы. Сондай, мына жерде әлі дайындап жатыр. Шеттерінен мамамыз. Мінекей, мына жерде малардың барлығын пісірген. Бәрі әйелдер отырады. Қош келдіңіз. Қалайсыз? Аумин. Баршамызға. Осы жақтың ана салондікі ғой, осы жердің көрпешелері, үйдің көрпешелері бұндай болмайды. Мынау енді осы жердің салонның көрпешелері, үйдегі нелер, құрақ көрпешелері бар. Қазақ үйлерде. Мына енді көпшілікке арналған жер, осындай. Не керек, осының өзі, негізі адамның көзі тоймайды ғой. Осылармен-ақ негізі тойып қаласың. Осындай. Осының өзінде қалады ғой. Мінекей тағы мына жерде келіп атқан кісілер осылай тәтті алып келіп жатыр. Бұл тәттілерді қазір кейбір кісілер осылай алып келіп атқан кісілер. Мінекей қайтадан тәттілерді қойып жатырмыз. Мына жерде де мінекей бағанағы Рамазан пидесін кесіп жатыр. Осылай. Осылай жайлап кісілер келіп жатыр. Байқадыңыздар, бәрі қолдарында пакет-пакетімен өстіп толып қалады ғой. Әрқайсысы бос келмейді. Осылай келіп, мыналарын ішетімізді сусындарын, алма, барлығын алып келеді. Әрқайсысы бос келмейді. Осылай. Әлі келген кісілер осылай тәтті алып келіп жатыр тағы да. Қосымша осы тәттілердің бәрін қойып жатырмыз. Келіп жақтың тілердің бәрі сондай бос келмейді екен осылай. О, қазы. Қазы ғой мынау. Сүйекті қазы. О, қазы пісіріп әкепті. Егін тәтеміз қазы пісіріп әкеп. Осы жерде оны да өз сақтап осындай ұлы күндерге. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأنجزنا بخيرة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختمات القرآن العظيم إلهي يا رب العالمين الله رضاك أقتل على الفاتحة Sütlü şeyler түсіп жатыр. Şehrin basında oturmam. Şehir. Біздің Қызылордада шайды түбінен құяды ғой, сөйтіп осындай азық құйсам бәрі толтырып қой дейді. Бұл жақта толтырып қояды ғой, азық қойсаң найман шай деп айтады бұл жақта. Сол айтып отырмын ғой, келе шай толтырып берейін ба деп. Осы шай ұнайды ғой. Әсіресе тойдың шайлары өте күшті. Ауыз ашатын уақыт болды, Алла қабыл етсін. Yukarıdan al, yok ki bu. Canım benim kızım. Böyle bir şey, iki жақтан шай құйып отырмыз. Тез уже болды, мына жерлердің бәрін жинап жатырмыз. Тез ішіп жейді,
апыр-топыр 5-10 минут отырды ма отырмады ма мінекей тез бәрін жинап тастап жатыр. Осылай жинап тастап ары қарай тамақ алып келеді. Болды осылай. Бәрі мінекей тез жинап жатыр. Бәрі. Апыр-топыр тамақ ішіп болғаннан кейін осылай барлығы қазір намаз оқып жатыр. Тез. Бір 10 минут отырған жоқ дастарханда. Тез ауыздарын ашып болып, осылай аяқтағалар тез бітеді. Тез отырады. Ішіп кетеді. Бағанағы дайындаған дастархандар 6 кісілік. Бір дастарханға 6 кісіден отырады. Мінекей. Әрбір 6 кісіге арнап осындай дастархан жаяды. 6 кісіден артық адам отырмайды әр жерде. Осындай таркари деген тағам. Бәрі жерге, әр жерге 6 кісіден отырады. Мына жерге де осыны дайындап жатыр. Барлық жерге осылай. Бәрі жерге сондай. Кез келген жерде отырады. Мына жерге де отырайық біз. Тапқан дастарханға отыра салсын осылай. Біздің мамамыздың үлкен тәтесі мамамыздың нағашысының қызы. Ол жақта өте күшті торт пісіреді. Неше түрлі кондитер не дейді? Паста ұстасы. Не торттың ұстасы дейді, торттың ұстасы. Неше түрлі үйлену тойына, әртүрлі туған күндерге күшті торттар пісіреді бұл әпкеміз. Осында Түркияда жүрген қазақтар егер торт не аламын дейтін болсаңыздар, осы кісіге заказ берсеңіздер болады. Осы жерде өстіп тапсырысқа неше түрлі нелер не алады. Таркари деген тағам келді. Өте ұнайды маған осындай кәдімгі не ғой біздің сулы етті тамақ кәдімгі. Себебі ауыр болады палау неде ауызашарда сулы тағамдардың көбісі осындай сулы болған. Сосын осындай көпшілік тағамдарда неден кейін ауызашары жаңағы шайдан кейін осындай таркари тағамын жасайды. Ас болсын барлығымызға. Достар, мінекей енді жаңа тамақтан кейін дейсіз дұға оқығаннан кейін өйстіп дастарханның бәрі жиналды. Елдің бәрі көп отырмай осылай тез қоштасып барлығы кетіп жатыр. Мен де үйге қайтамын. Бәрі үйге жиналып қайтып жатыр. Достар, мінекей Түркия қазақтардың ауызашары осымен тәмам. Осылай сіздерде куә болдыңыздар. Видео ұнаса, лайк басып, пікір жазып, ой пікірлеріңізге бөлісе отырыңыздар. Дұға аяқталғаннан кейін барлығы қазір тез жиналып, қоштасып, барлығы тарқап жатыр. Бізде мен үйге кетемін. Келесі видеода амандықта жүздескенше достар. Видеомды лайк басып, ұнатсаңыздар, бөлісіп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.